Адамдардың бұрын теледидарсыз қалай өмір сүрген елестету шынында да өте қиын. Бүгінгі таңда теледидар заманауи адамның өмірінде маңызды рөл атқарады. Ол адамдардың жаңалықтармен қамтамасыз етеді, көңіл көтереді, күлдіртеді, жылатады, тіпті кейде үрей тудырады. Бұл ақ-қара теледидардың шыққан алғашқы күндерінен бастап бүгінгі түрлі түсті жалпы экранға дейін жалғасады. Кеңестік телехабар таратудың ресми туған күні 1931 жылдың 29 сәуірі. Дәл осы күні Мәскеуде ең алғашқы телебағдарлама өтті. Алайда, мәскеуліктердің барлығында теледидар болған жоқ. Олар 4 жылдан кейін ғана шығарыла бастады. Және радио мен теледидар өзара үйлесімді жұмыс істей бастады. 1957 жылы маусымда Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы Ділмұхамед Қонаев Қазақ КСР министрлер кеңесіне қарасты радиохабар және теледидар жөнінде комитет құру туралы қаулы қабылдады. Ал Қазақстан теледидарының тарихы 1958 жылы 8 наурызда Алматы ТВ студиясының қазіргі Қазақстан телерадиокомпаниясының алғашқы сынақ бағдарламасын шыққан кезде басталды. Ардагерлер бұл істің мүлде жаңа болғанын, мамандар жетіспегені туралы айтады. Сондықтан жүре тұра оқып үйренуге тура келгенін еске алды. Техникалық ерекшеліктерге байланысты барлық бағдарламалар тікелей эфирде өтті. Жазу және оны орнату кейінірек пайда болды. Сондықтан түсірілім басталар алдында дайындықтар жүргізіліп, камераның бұрылуына дейінгі барлық мәселелер талқыланған болатын. Қарағанды облысы мен Теміртау қаласында телехабар тарату 1958 жылы келді. Сол жылы 31 тамызда Қарағанды телеканалы кеншілер күніне арналған «Жарқыра менің жұлдызым» атты кеншілердің еңбек күндері туралы кинокартинамен эфирге шықты. Бұл іс-шараның алдында бүгінгі күнде Қарағанды қаласының интернационалистер жауынгерлер көшесінде орналасқан теледидар мұнарасын орнатумен іске қосу болды. Телемұнараның биіктігі 180 метрге жетеді. Ол Қарағандыда салынған ең биік ғимарат болып табылады. Қарағандыда бұл биіктіктен асып түсетін бірден-бір тұрғын үй әзір жоқ. Осы мұнарамен байланысты тағы бір таңқаларлық жайт. Бір мезгілде 3 тілде қазақ, орыс және неміс тілдерінде хабар тарату. Және осы уақытта мұнара әскери ғарыштық байланысқа ие болды. Телемұнараның көмегімен орбита станциясымен байланысып, ғарышкерлерге ақпарат беріп отырды. Бүгінгі таңда телемұнара жұмыс істеп, телебағдарламаларды таратуды жалғастырады. 1958 жылы телемұнарадан сигналдар біздің қаламызға да жетті. Теміртаулықтардың үйінде теледидар пайда болды. Бұл кезең туралы қаланың ескі тұрғындары былай дейді. Біздің отбасымызда теледидар 1958 жылы пайда болды. Біз темп 3 ақ-қара теледидардан бағдарламаларды көрдік. Ал Колхоз көшесінде лупамен көретін КВН 49 теледидары болған ата-анамыздың достары тұрды. Мен біздің қаламызда теледидарлардың пайда болуын 1958-1959 жылдармен байланыстырамын. Алғашқы теледидарлар табысы жақсы отбасыларда пайда болды. Теледидар үшін абоненттік төлем болды. 1960 жылы бұл төлем тоқтатылды, бірақ теледидардың өзіндік құны өсті. Осылай бұл мәселе шешілді. Теледидар пайда болған көршілерге теледидарға кеттік деп барып отырдық. Біздің отбасымызда теледидар 1961 жылы пайда болды. Бұл ең арзан рекорд болатын, шамамен 150 рубльді құрады. 1960 жылдары жаңа шағын аудандардың құрылысы кезінде үйлерде антенналар пайда болды. Оған қосылып телебағдарламалар мен фильмдерді көруге болатын. Бірақ теміртаулықтар мұнымен тоқтаған жоқ. Сигналды қабылдаудың жақсарту үшін әдетте теледидарда тұрған қосымша антенналар қолданылды. Теледидарға мыс түтіктерден үй антенналар жасалды. Олар үйдің төбесінде орналасқан биік құбырға бекітілді. Антеннаның қабылдау жағы Қарағанды телеорталығы жағына бағытталған болатын. Борандардан кейін оны бұрап, қайта дәлдеуге тура келді. Бөлме антенналары да пайда болды, бірақ олар нашар жұмыс істеді. 50-ші жылдары көбісі радио антенналар орнатты. Ұзын металл құбырға оқшаулағыш, оған мыс сымнан сыпырғыш, ал шамамен 7-10 метр қашықтықта екі құбыр орнатылып, олардың арасына мыс сым тартылды. Сол күндері барлық жастар шарманкаларға қызығушылық танытты. Бұл орташа толқындағы радио таратқыштар
олар теледидар үшін қатты кедергілер тудырды. Шарманшылар бір-бірімен сөйлесіп, музыкалық сәлеммен алмасып отырды. Милиция барлық жабдықтарды тәркілеп, оларға бақылау ұйымдастырды. Бұл сол телевизия пайда болған кезде болды. Теледидардың дамуымен қатар теледидарлардың эволюциясы да жүріп жатты. Temirtau.museumның экспозициясында теміртаулықтардың алғашқы эфирде көрген КВН 49 теледидарын көруге болады. Шамдық киноскопы, дөңгелек экраны бар теледидар 3 телеарнаны қабылдады. Салмағы 29 кг. КВН теледидардың диагоналі небәрі 18 см құрайды. Сондықтан бейнені үлкейту үшін глицерин немесе сумен толтырылған шыны линза міндетті түрде экранның алдына қойылып отырды. КВН Кеңес, Варшавский, Николаевский 3 конструктордың есімдерінің бас әріпін білдіреді. Ал халық болса бұл теледидарды өздігінше атады. Сатып алдым, қостым, істемейді. Себебі судай жаңа теледидардың қосылмауы мүмкін еді. Ал сатылған барлық теледидардың жартысы дерлік пайдаланудың алғашқы жарты жылында кепілдік қызметтеріне тап болды. КВН 49 1967 жылға дейін әртүрлі модификацияларда шығарылды. Бірақ ол әлі күнге дейін өзінің ерекше сыртқы пішіні мен танымалы әзіл-сықақ ойынын арқылы көпшілікке танымал. 1957 жылы аңызға айналған Рубин маркасымен кеңестік теледидарлардың дәуірі басталды. Рубин 102 теледидары қабылдағышының жаппай өндірісі 10 жылға созылды. Осы уақыт ішінде оның 1.328.000 астам данасы жасалған болатын. Рубин 102 12 телеарнаны қабылдап және радио толқындарына ауыса алды. Сондай-ақ ондай магнитофон мен дыбыс салғышқа арналған ұялары болды. Ең танымал Рассвет 307 болған. Ол 1975 жылы түрлі түсті теледидарлар пайда болған кезде шығарылып, бүкіл одақтық танымалдыққа ие болды. Бұл ең алдымен аппараттың жоғарғы сенімділігіне, сондай-ақ түрлі түсті бәсекелестерімен салыстырғанда оның төмен бағасына байланысты болды. Неліктен кеңестік теледидарларда қашықтан басқару құралы болмады? Жоқ, әлде қашықтан басқару пульті болды, бірақ біз білмедік пе? Теміртаулық отбасыларда алғашқы пульт 80-ші жылдары пайда болды. Оның пайда болуы отбасындағы баланың теледидар арналарын ауыстыра алатындай шамаға жетуі. Тегінде пультті басқару отбасы иесінің қолында болатын. Ал құралы 2 бөлімнен тұрды. Біріншісі бұл бала, екіншісі тістеуік. Ал телеарналардың ауысуы отағасының қалауымен және дауыс беру командасымен бағдарламаланды. Ал енді әзілсіз айтатын болсақ, Зенит Radio Corporation инженері өткен ғасырдың 50-ші жылдарының басында теледидарды алғашқы қашықтан басқару құралын ойлап тапты. Бұл қашықтан басқару құралы теледидарға кабель арқылы қосылып, арналарды ауыстырып, дыбыс деңгейін басқаруға мүмкіндік берді. Тек 90-шы жылдары дүкендерде әйгілі оңтүстік кореялық және жапондық Samsung, Sony, LG, Panasonic компанияларының теледидарлары пайда бола бастады. Телевизияда айтарлықтай алға қарай қадам басты. Бүгінде кескін сапасы жоғары сандық теледидарлар пайда болды. Тиісінше теледидар өндірісінің технологиясы түбегейлі өзгерді.